Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін біз сіздермен өте оңай жасалатын паста дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең бастысы тауық еті, саңырауқұлақ және сізде пастаға арналған спагетти болса жеткілікті. Паста дайындау үшін бізге май қажет, және кәдімгі сұйық майдың орнына мен осындай сары майды пайдаланатын боламын. Сұйық майды пайдалансаңыз да болады. Дәмдірек болу үшін осындай сары май пайдаланғанды жөн көрдім. Ал достар, мінекей біздің тауық еттеріміз бір рет қуырылды. Енді осының үстіне біз саңырауқұлағымызды салып, әрі қарай жақсылап қуыратын боламыз. Және де айта кететін жайт, осы жерде тұз, бұрыш, әртүрлі дәмдеуіштерді салып жесеңіздер болады. Мінекей достар, мен тұз, бұрыш салдым. Әрі қарай біз жақсылап қуырып алатын боламыз. Ал достар, көріп тұрғандарыңыздай, біздің саңырауқұлақ және тауық етіміз әбден қуырылып жатыр. Енді осылай қуырылып жатқан кезде біз енді туралған пиязымызды және туралған сарымсағымызды салып жақсылап қуыратын боламыз. Достар, сонымен қатар бізге осындай пастаға арналған спагеттиімізді пісіруге бізге су керек болады, яғни суды осылай қайнатып алатын боламыз. Достар, менде осындай спагетти пайдаланамын, мінекей қарапайым дүкенде сатылатын. Және жуандығы мынандай болса болады. Енді достар, біз осы дайын болған етімізге сливки құятын боламыз. Яғни менде 15%-тік сливки, міне көріп тұрғандарыңыздай. Сонымен қатар сіздер 23%-тік сливки пайдалансаңыздар да болады. 500 мл-дің 400 мл-ін құятын боламыз. Және де сливки құйғаннан кейін көп қуырудың қажеті жоқ. Және өте аз уақытқа 3 минутқа ғана қоятын боламыз осы сливки құйғаннан кейін. Егер сіз көп ұстайтын болсаңыз, сіздің сливкиіңіз іріп кетуі мүмкін. Тауық етіміз дайын болды, енді өшіретін боламыз. Ал достар, енді біз піскен спагеттиімізді сүзіп алып, осы қоспамызға салатын боламыз. Ал енді осы сүзіп алған спагеттиімізді салып, бірге араластыратын боламыз. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Қазір дәмін көретін боламыз. Келетін болсақ, достар, дәмі сондай керемет, сондай өте балғын, өте дәмді болып шыққан.
міндетті түрде жасап көріңіздер.